Журналист Бибігүл Дәулетбек қызы қазақ шоу-бизнес өкілдерінің Түркия мен Араб еліне қаржы құйып, екі елді айтқандарын сынға алды. Қайырлы күн, арнамыздың тұрақты көрермені. Видеоны толық көру үшін тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Автордың айтуынша қазір екінің бірі егіздің сыңары, Умрада жүрмін деген суреттерін жарыса жариялайтын болған. Сонымен қатар, журналистің айтуынша күні кеше денесін жалаңаштап, бүгін орамалға бүркенгендер мен Түркияда өмір сүретіндер ел ішіне іріткі салып, қазақты Ауғанстан жолына қарай бағыттап отыр. Журналист Бибігүл Дәулетбек қызы өз пікірін былайша білдірді. Инстаграмда ашсаң болды, алдыңнан Меккеде жүрген шоу-бизнестердің сайқымазақтары. Умрада жүрмін деген суреттерін жарыса салуда, кеше ғана көтенін жалтыратып жүрген әншілерің орамалға бүркеніп жатыр шеттерінен, бірақ сол біреулер миллиондаған қыз келіншектердің миын улайды да, сол хиджабын қайта шешіп тастайтынына жыным ұстайды. Немене мода болып кеткен бе Меккеге бару? Соларға қояр сұрағым. Сендер өзі соңғы рет бұл дүниеден өткен ата-әжелеріңнің, жақындарыңның зиратына қашан бардыңдар? Әруақ риза болмай, тірі байымайды. Осылай кете берсек, бір күні ауған еліне айналамыз ба деп қорқамын. Айтпақшы, кеше Мұхамеджан Тазабеков Алматыда қызын ұзатып, ұлы тойға Бекболат Тілеуханнан бастап бүкіл әншілер, ағайлар мен сығайлар болыпты ғой. Тойдағы әйелдердің бәрі бүркеніп алған хиджабқа, құдды Сауд Араб елінде жүргендей болдым, еп айтып жатыр барғандар. Жетіскен екенбіз дедім, қызық деймін де, бұл кісілер Түркияда өмір сүреді, тойларын елде жасайды. Түркия мен Араб елі Қазақстанға ырза шығар. Осы екі елді әлгі сайқымазақтар мен әншілер жарнамалап әбден байытты. Хиджабқа оранып алып әндетіп, одан қалды түп саналарын оятамын дегендер елді адастырып болды деп жазды журналист. Себебі елін ойласа қаржыны миллиардтап сыртқа шығармай елдің ішіне салар еді ғой. Өзбек ағайындар мен қырғыздарды қараңыздаршы, шет елде жұмыс жасайды да, сол тапқан табысын елге әкеліп жұмсайды, ал біздің қауықбастар кері жүреді деді Бибігүл Дәулетбек қызы.